Dürüst. Balalarda оқытады? Muğaylim. Adamlarda емдейді? Ұшақтарды жүргізеді? Ұшқыш. Жарайсыңдар. Көлікті ол жүргізеді? Көлікті кім жүргізеді? Жүргізуші. Дұрыс айтасың. Көлікті жүргізуші. Ал ғимараттарды салады? Құрылысшы. Ал енді осының барлығын айтып жатырмыз. Олардың барлығын бір сөзбен не деп айтамыз? Мамандықтар. Дұрыс айтасыңдар. Мамандықтар. Балалар, енді қолдарындағы текшелерге қарай үстелді тауып алыңдаршы. Текшедегі қолдарындағы түс қандай, сол түстегі үстелге барамыз. Барыңдар, тауып алыңдар. Қайда қызыл үстел? Барыңдар, тез. Үш тапқа болыңдар. Айда, ойындық па? Жақсы балалар. Ал енді текшелерімізді қойдық та, бәріміз тақтаға қарадық. Тақтаға қарадық. Дұрыс. Тіл кімге керек, Нұрбек? Домбыра. Домбыра неққа. Әке олысы. Домбыра нандықы. Сатушыға не керек? Жүргізушіге не керек? Дұрыс тауырдатыр. Дұрыс. Қаншай бар қарай. Дұрыс, әне, Нұрбек. Тез, балдар, тез жұмыс жасаймыз. Болдықтар ма? Ей, алма! Қараңдар, бір-бірлердің жұмыстарını қараңдар. Дұрыс жасадыңдар ма? Қараймыз. Қараңдар, қателік жоқ па? Дұрыс па? Дұрыс. Келесі топты қараңдар. Дұрыста жібер. Дұрыс па, қаншайым? Дұрыс. Үшінші топтықы да дұрыс па? Дұрыс. Жақсы, жарайсыздар. Әрқайсымыз үстелімізге қайттық. Қолбасшы, дұрыс айтасың. Ал қарай, дұрыс па екен? Қолбасшы екен. Ал келесі суретке қараймыз. Заттары өте жақсы. Оқушы деген мамандық бар ма? Мұғалім. Барлығыз бұл тапсырманы дұрыс шештіңдер. İsteyimiz de öylesine. Dört sekiz. Sürekli frastram.
Dürüst. Dürüst. Ойланın da. Өте жақсы. Сендерден не шықты? Мынау қандай маманда? Апай болды. Құрылысшы. Сендерде қандай мамандық? Мұғалім. Өте жақсы. Сендерде қандай мамандық шықты? Дәрі. Дұрыс айтасыздар. Нұрбек, сенің қолында не? Сынақ қолында не? Даусын шығар. Өшіргіш және оны аштақ, ол не болады? Қарандаш. Ал қайшы не істейтін? Укол. Иә. Бұл не? Тілімізді қарайтын, аузымызды қарайтын, сосын. Иә. Тағы. Тағы қандай қоғыл бар? Қандай? Дәрі, дұрыс айтасың. Мынау? Дәрігердің? Дәрі жазып беретін қағазы ма? Ал мына мойнына іліп алғаны не? Мойнына іліп алғаны не? Не істейді? Бұл не істейді? Биялік боламын десем былай жаса. Құрылысшы болам десем былай жаса. Ұшқыш сен боламын десем, ұшқыш сен боламын десем, ұшқыш сен боламын десем былай жаса. Шоқыр сен боламын десем былай жаса. Биші сен боламын десем былай жаса. Спортшы сен боламын десем, спортшы сен боламын десем, спортшы сен боламын десем былай жаса. Биші ұшқыш құрылысшы пианист. Жарайсыңдар, үстелдерге барамын. Апай дейміз? Жоқ, мен мұғалім емеспін, мен кіммін? Салтанат Оразғалиқызының мамандығы не? Тәрбиеші. Дұрыс айтасыздар. Тәрбиеші. Ал келесін тыңдаймыз. Ауырған адамдарды емдейтін маман. Үнемі ақ халат киіп жүреді. Абзалжан дейміз. Қарадыршы. Молдагалиевна, дұрыс айтасыздар. Ләззат Молдагалиевна. Зәулім ғимараттар тұрғызады. Қалақшамен балға оның құралы. Жақсы, жарайсың. Тәртіп заңды сақтайды, ала таяқ ұстайды. Тәртіп заңды сақтайды, ала таяқ ұстайды. Тәртіп бұзғандармен күреседі. Ала таяқты полиция. Полиция. Дұрыс екен. Балабақшаларда, үлкен мейрамханада, асханада тамақ дайындайды. Дәмді. Адамның дені сау күшті болады. Аспазшы. Жарайсың. Ал енді қазір мен журналист болам. Сендер сұхбат алам. Қараңдар. Мен журналист болам. Сендерден сұхбат алам өтті. Сендер өскенде кім болғыларың келетінін қатты білгің келді. Ендеше қазір мынаның ішіне өздері қандай мамандық болғыларың келетінін аламыз, тыңдаймыз. Аламыз да орнымызға қайтамыз. Содан кейін сөйлейміз. Түсінікті ме? Сұхбат алайық. Мына болашақ балапан тобының балалары өскенде кім болғылары келеді? Өскенде кім болғылары келеді? Мен сені айтағым келеді. Ал кел қаншайым айтағым.
Әнші болам. Не істейсің сонда әнші болғанда? Әншілер билей ма? Ән айтасың ба? Үлкен сахнада ән айтамыз дейді. Ал, Ибрахим, кел давай. Неге? Адамдарды емдегің келе ма? Жақсы. Ал. Өскенде мұғалім болғым келеді. Неге?